Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Алмас Айтымов. Осы видеоның тақырыбы плита перекрытияның исполнительный схемасын қалай жасаймыз, сол туралы айтылатын болады. Мынау бізде дайын исполнительный схемамыз. Бұл жерде бізде тех отверстиялар көрсетілген, және де біздің съемка точкаларымыз бар, содан высотное отклонениялары көрсетілген. Және де сол тех отверстияның таблицасы, размерлері жазылған, және де разрезі бар плитаның и қалған зарамочный оформлениясы. Осының басынан бастап қалай істейміз, соны көрсететін боламын. Жаңа жерде ашамыз. Артық осьтарымды алып тастаймын. Керек осьімді қалдырып, проект чертежін ашам. Проектті ашып, бұл жерде модельге қарай өтемін. Бұл жерде маған размерлер керек емес, ол слойды өшіріп тастасам болады. Тек қана ось, плита, пилон, тех отверстие және олардың номері көрсетілсе, сол да жеткілікті. Барлығын белгілеймін де, копировать с базовой точки алам. А осі мен бір осінің қиылысынан аламын базовой точканы. Біздің чертежді ашып, осы жерге вставить как блок жасаймын. Вставить как блок, одан кейін масштабный коэффициент 0,01. Одан кейін біздің блокты, салған блогымызды взорвать етемін. Взорвать еткеннен кейін артық осьтарымды өшіріп тастасам болады, баттастырмай. Керек чертежім қалды менің. Мына жерде қалып қойыпты ғой тағы да. Оларды удалить тастайын. Так, ось выбрать подобные арқылы белгілеп, удалить етіп тастайын. Қойдым. Енді біздің съемка жасалған файлымызды ашамыз тахеометрмен. Бұл файл негізінде менде пилондарды разбивка жасаған кездегі файл. Сол проект. Получается, біздер пилон разбивка жасап атқан кезде жаңа плитаға оның сразу отметкасында қарай аламызды, и солай бір оқпен екі қоянды атып шығарамыз. Точкаларымызды көшіріп аламыз. Выбрать подобные. Ctrl-C, Ctrl-Shift-C, 0,0. Мына жерге вставить етеміз. Точкаларым түсті. Точкаларым блок болып тұр. Ол блокты мен точкаға айналдыруым керек. Сырт жақтан бір точка салып аламын. Блоктар мен точкалардың бәрін выбрать подобный белгілеп, изолировать етіп аламын. Менюге қарай өтіп, замена объекта дегенді басам да, точкамды таңдаймын, блоктарды таңдаймын. Окей. Да. Точкаға ауысты. Артық точкаларды өшіріп тастасам болады. Мына жерде сырт жағында реперларында точкалары бар, оны алып тастаса болады. Қайтадан чертежіміз қалпына келтіру үшін завершить изоляцию. Келесі осы точкаларымызға отметкаларын түсіретін боламыз. Ол үшін экстра тулсқа кіріп, вставить отметку Z. Можно по слою. Точкамыз таңдаймыз. Размер текста 0,25. Өтірден шықсын. Окей. Точкаларымыздың отметкалары шықты. Бұл бізде абсолютный отметка. Енді келесі арифметическая операция кіреміз тексттің ішінде. Даже по слою таңдаймыз. По слою таңдаймыз. Енді мына жерде бірінші біздер абсолютный отметканы мен условный отметка келтіру үшін менде бұл нолім 346-ға тең. Соны қоям. Өтірден кейін 3 санға қоям да, мына жерде галочканы алып тастайын. Келесі операция. Бұл менде проектный отметка. Проектный отметка минус
30-95. 30-95'ti алгандан кийин тоже өтөр деген 3 сан знак плюске тоже галочка койсо болот. И үшүнчү бул менде миллиметрмен чыгатын болгон соң, то есть бул жерде бизде метрмен чыгатын болгон соң миллиметрге айналдырам, мыңга көбөйтөм. Өтөрдөн кийин эч кандай знак болмойт. Галочка коям. Окей. Міне менің отклоненияларым шықты, высотный отклоненияларым. Сонымен бұны оформить етіп жіберейік. Бұл жерде стиль, өзімнің стилімді қоямын. Келесі бізге бұл жерге оң жағына таблицаны салып, еще біздің разрезіміз бұл. Сол разрезімізді да осы жерге салайық. Проектті ашамыз. Разрез бізде мына жерде тұр. Оны да с базовой точкаға көшіріп алып, ыңғайлы бір жерге қоя берсе болады. Төменге қарай. Бұл бізде салғанда тағы да миллиметрмен түсіп тұр. То есть, дұрыс салынбай қалды. Как блок саламыз. Как блок салғаннан кейін масштабировать етіп, кішірейтіп аламыз. Келесі көшіретініміз ол бізде таблица проектте лист орналасқан. Міне екі таблица. Осы таблицаны тоже с базовой точкаға көшіреміз. Керек жерінен таңдап. Чертеждің оң жағына әкеп қоям. Ctrl-Shift-V. Как блок ретінде түсті. Бұны да масштабировать етем. Бұл жерде 0,01 жарайтын болады. Даже бұл көп. 0,1 то есть. Жарап тұр. Мына екі таблицаны бір таблица алғым келіп тұр. Мына жерде бәрі бірдей. Шапкалары. Мына қасындағыны переместить етіп, мына жерге қоямын. Кетіп тастай берсе болады. Дайын. Енді келесі лист жасап шығарам. Вид. Новый вид. Бір. Мына жерде листін таңдайым. Окей. Екінші мына жерде тағы да бір вид керек болады. 2 деп отырып. Разрезін таңдап жүрем. Окей. Ол енді біздер листқа өте берсек болады. Листқа жаңағы схемамыз саламыз бірінші. Лист. Вкладкасына өтіп, видовой экран листа. Стрелочканы басам. Бір дегенді таңдайым. Бірінші листін салдым. Видовой экранды. Енді екінші видовой экранды салам. Ол разрез бізде. Разрезін мына жерге түсірем. Болды, қалған мына жерде зарамочный оформлениені толтырам. Секция, исполнительная схема, отметка. Сонымен осы жерде исполнительный схемамыз бітті. Осы видеоның соңына дейін көргеніңізге рахмет. Басқа да әлеуметтік желілерге тіркеліп отырыңыздар. Әсіресе Телеграмдағы мастерская геодезиста деген. Онда пайдалы бағдарламалар, статьялар болады. Сау саламатта болыңыздар.